Ағаш ексең, күнәң жеңілдейді. Ертеде бір қарақшы тәубе еткісі келеді. Ол шайқы-бұрқы әулиеге келіп, мен 40 жыл қан төктім, енді тәубеме келдім. Қайтсем, Құдай күнәмді кешеді деп сұрайды. Әулие, жол шетіне ағаш ек, өткен-кеткен жолаушы саясына демалсын, жемісін жеп, шөлін қандырсын, дейді. Қарақшы жол жиегіне көп ағаш егіп баптайды. Арада бірнеше жыл өткенде ағашы жайқалып, бақшаға айналыпты. Жолаушы демалып, керуен ат шалдыратын шұрайлы жерге айналады. Бір күні шайқы-бұрқы жолаушылап келе жатып, сол бақшаны көреді. Бұл кімнің бағы? Деп сұрайды. Бақтың иесі жоқ, жергілікті жұрт қарақшының бағы деп атайды. Қарақшының өзі көп жыл бұрын дүниеден озыпты, дейді. Әулие бақтың жемісін жеп, сол жерде түнейді. Түсінде баяғы қарақшыны көреді. Ол жұмақтың бақшасында отыр екен. Төбесінен нұр тамшылап тұрады. Шайқы, «Уа Тәңірім, бұл не хикмет?» деп сұрайды. Жеміс бағының саясына сан адам демалады, жемісін жейді. Соның сауабы қарақшының ақыретте өшпес азығына айналады, дейді. Шайқы-бұрқы ұйқыдан көңілді ояныпты. Содан бастап ел арасында ағаш ексең күнәң жеңілдейді деген сөз қалыпты.